Ал ағайын, 1 минут уақыттарыңызды алсам. Мына Францияда кешкі сағат 8-де дәрігерлерге қазіргі тынбай еңбектеніп жатқан жұрт балконнан, көшеден, өздері қайда жүрді сол жерден қол шапалақта 5 минуттай құрмет көрсететін дәстүр қалыптасты карантин кезінде. Біздер енді қол шапалақтауға өйтіп шорқақтау қалыппыз. Ескендір ағамыздың Атамекен әнін бүгін кешкі 8-де балконнан, мәшиненің колонкасынан, кім қайда жүрсе сол жерден, телефоннан, болмаса өзіміз сол музыканы естісек қосылып айтып, полиция қызметкерлерінің айғайлайтын мәшинесінің даусынан да шығып жатса да жақсы болар еді. Сол Атамекенді бүгіннен бастап күнде кешкі 8-де бір Атамекенімізде бірге екенімізді білдіріп, және сол дәрігерлер мен ұстаздардың құрметіне кешкісін бүкіл Қазақстан бір уақытта шырқасақ, бір Атамекенде бірге екенімізді білдірсек. Бүгін кешкі 8-ден бастап. Қарсы емессіздер ме?